Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақерке Қасым. Қыстың қамын жаз ойла деп тағы бір салат жасадым. Көріп тұрғандарыңыздай өте аппетитный, керемет болып шықты. Бар болған үйіңізде помидор, болгарский және қияр болса болғаны. Жасалуы өте оңай. Осылай помидорымызды майдалап қолмен турап аламыз және де астын жағып отты қайнатамыз. Суығы шыққанша, помидорымыз майдаланып кеткенше жаңағыдай осылай қайнатып алатын боламыз. Міне қайнап жатыр. Содан соң дәл осындай күйге енгеннен кейін біз болгарскийімізді 4-1 осылай турап аламыз да, оны да кішкене өлгенше қайнатып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл қайнатылып жасалынатын нәрсе, қуырылмайды. Және де чеснок қосасыздар. Чеснокты да осылай жақсылап әдемілеп араластырып аламыз. Лавр жапырағы мен укроп қосамыз. Сіздерде жаңағы кәдімгі укроп болатын болса, содан қосыңыздар. Тіпті керемет болады. Менде құрғақ укроп. Осылай барлығын араластырып, дальше қайнатамыз. Және де ащы әдемі қышқылдан беру үшін осылай ащыны екеуін қосып жібердім. Дәмі керемет болады. Және де қызыл бұрышты да қосып жібердім. Егер қатты ащы болып кетпесін демесеңіздер, сіздер қоспасаңыздар болады. Қиярды міне дәл осы жаңағы салатқа тураған сияқты қылып турап, оны да салып, баяу отта кішкене ғана қайнатамыз. Және де 1 пиала май қосамыз, сұйық май кәдімгі. Осы қиярды салғаннан кейін бар болғаны 10 минут қайнатыңыздар, көп қайнатудың қажеті жоқ. Және біз дәмін одан сайын дәмі әдемі кіру үшін 2 ас қасық шекер қостық. Міне менің салатым дайын болды. Керемет, реңін қараңыздаршы, керемет андай аппетитный, күшті болып шықты. Осындай 2 литрліктен 2 банка шығардым. Сочный, керемет болып, әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жаңағы қиярдың жаңағы жеген кездегі күтірлік әдемі болып шығатын, сондай керемет болып салат болып шықты. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий білдіріп, мені қолдап кетіңіздер. Және де ең бастысы, осындай 1 ас қасық ең соңына қарай уксусыңызды қосып, банканы стерилизовать етіп, жауып аласыздар. Сау болыңыздар.